Бегімбай Ұзақбаевтың балалық шағы соғыстан кейінгі жылдардағы ауыр кезеңмен тұспа-тұс келді. Арал ауданының Қаратерең елді мекенінде дүниеге келген ол бала күннен кітапқа құмар болып өсті. Балалық шақта бүгінгідей көл көсір тамақ пен киім-кешек дегендей болмайтын. Бар ермегіміз ауылдық кітапхана. Сонда барып кітаптарды тауысып оқуға талпынатынбыз дейді жазушы өткенді еске алып. Осылайша мектеп қабырғасындағы шығармашылыққа ерекше қызығушылық танытқан Бегімбай Ұзақбайұлы шағын мақалалар жазып, аудандық газеттерге жариялап отыр. Ал бүгінде салмақты тақырыптармен өз оқырмандарын тапқан қаламгер. Бегімбайдың бір ерлігі осы тұлғаларды өзінің жаңа кітаптарында баян етеді. Соның бір мысалы Бағадур Ғаламтөс қандай керемет тұлға. Кезінде сол жаңа Тұран мемлекетін бір бөлігін билеген кісі. Бұл енді жастарға рух береді, жаңа патриоттық сезімін оятады деген сияқты. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде оқыған жанның еңбек жолы облыстық радиодан бастау алды. Мұнан кейін Бегімбай Ұзақбайұлы Алматы жоғары партия мектебінде білім алып, Мәскеудегі қоғамдық ғылымдар академиясының тыңдаушысы болды. Облыс әкімі аппаратында ұзақ жылдар бойы бөлім сектор меңгерушісі, инспектор қызметін атқара жүріп, шығармашылығында шыңдай түсті. Мен сол тарихи оқиғаларды қозғай отырып, тарихи адамдарды өмірге келтіре отырып, елімізге, ұлтымызға таныстыруды мақсат еттім. Міне осы мақсаттың бақытты тұғырынан болса керек. Енді 6 тарихи роман жаздым. Жалпы 23 кітаптар жаздым. Соның ішінде 37 деректі көркем повестер. Қазір Байғазақ романы баспада шығып жатыр. Ал енді Сартай романы ол жарық көрді. Жалаң тарихи шығарма емес, көркем тарихи шығарма жазсам ба деген ниеттем. Жазушының Жалаңтөс Бахадүр, Қарабура, Марал Баба, Сопы Әзіспір атты туындылары бүгінде баға жетпес қазынаға айналып отыр. Тағдыр сырымды саған айтам, бұтақтан өрген бәйтерек, қилы-қилы заманай, шығар күннің шуағы және өзге де әңгімелер мен повестері жинағы өз оқырмандарынан лайықты бағасын алған. Бегімбай Ұзақбаевтың осы кезге дейін 6 тарихи романы, 17 прозалық шығармалары, 21 әдеби көркем және деректі хикаялары, сондай-ақ балаларға арналған 27 ертегісі, бірнеше ғылыми еңбектері жарыққа шыққан. Бағдарлама барысында жазушы оқырмандармен жүздесіп, емен жарқын әңгіме құрды. Кеш соңы жергілікті өнерпаздар дайындаған концертке ұласты. Арайлым Байжігітова, Талғат Сыдықов, Төрехан Қожахметов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.